балалар, ана тілінің 33-ші сабағына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі қоңыраушаны басқан кезде мен жаңа сабақ салсам, сендерге бірден көрінетін болады. Әліпби, ертегіні түсініп оқы. Түлкі мен тырна. Түлкінің үйіне қонаққа келеді. Тырна. Түлкі бұтқаны шайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. Тамақ ал. Тырна шайпақ тұмсығымен шоқып ештеңе жей алмайды. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Тырна сорпа дайындап, оны құмырсқаға құйып беріпті. Түлкі сорпаны іше алмайды. Құмыраға басы кірмей қояды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Түлкі ренжіп, үйіне аш қайтыпты. Ертегі мазмұны бойынша сұрақ қой. Тырна қайда қонаққа келді? Тырна түлкіге қонаққа келді. Тырна не үшін тамақты дұрыс іше алмады? Себебі ол аузымен шоқып жейтін болғандықтан, ол тайпақ ыдысқа салынды. Осы секілді бірнеше сұрақтар жолдаңдар бір-біріңе. Жарайсыңдар. Әліпби жазуда қолданылатын әріптердің белгіленген тәртіп бойынша орналасқан жиынтығы. Әріптердің рет тәртібін білдіреді. Екінші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөздерді әліпби ретімен жаз. Қалай болады? Құмыра. Екінші түлкі, көлеңке, күміс, жүзім, бұрғы, құдық. Балалар, байқасаңдар, барлық әріптер дауысты дыбыстар. Ендеше әліпбидегі дауысты дыбыстарды тағы бір қайталап жаттап алуға кеңес беремін. Үшінші жаттығу. Әліпбидегі Р әріпінің алдында және соңында тұрған әріптерді ата. Сол әріптерден басталатын сөздерді айт. Ендеше балалар, П әріпі және С әріпі алдында тұратын. Оған піл, сырғанақ деп қойдым. Сендер П әріпіне басталатын парта және тағы қандай сөздер бар? Дұрыс айтасыңдар. Ал сырғанақ, сары және тағы қандай сөздер бар? Сарғалдақ. Дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, мына әріптерді, әліпбидегі әріптерді тағы да қайталап шығайық. Жарай ма? Дауыстарыңды шығарып, менімен бірге дауысты дыбыстарды қайталаймыз. А, Ә, Е, Ё, И, О, Ö, У, О, Ö. Жіңішкелік белгісі А, Ә. Жарайсыңдар балалар. Ю, Я және. Балалар, келіңдер ойын ойнайық. Балалар, қолдарыңа қалам мен қағазды алыңдар. Жұмбақ жасырамын. Оны көшіріп жазыңдар. Және мектепке барған соң ұстаздарыңа айтып беріңдер. Ендеше жазып алыңдар. Бір-біріне таянып, Х болатын қай әріп? Балалар, ойланып көрейікші. Дұрыс, С әріпі. Ендеше келесісіне көшейік. Әрі сан, әрі әріп. Ал қане табалық. Балалар, біздің әріптердің ішінде қандай әріптер сандарға ұқсайтын еді? 1, 2, 3 деген сандарға. Дұрыс айтасыңдар. З және О әріптері. Әрі сан, әрі әріп. Ал қане табалық. Үшіншісінде міндетті түрде жазып алыңдар. Себебі сыныптастарыңа қоясыңдар. Бұл әріп ұшпайды, көбелекке ұқсайды. Көбелектің 2 қанаты бар. Ойланып көрейікші.
Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл Ф әріпі болатын. Жарайсыңдар. Ф әріпі дауыссыз дыбыс. Сау болыңдар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Слайд қажет болатын болса, төменге номеріңді қалдыр.